Облыс орталығындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде туған елге тағзым жобасы бойынша Орал және Өскемен қалаларындағы Назарбаев зияткерлік мектептері оқушыларының баспасөз конференциясы өтті. Олар жоба барысында өлкеміздің мәдени тарихи орындары мен табиғат аясында болып, өздерінің ішкі рухани байлықтары мен білімдерін дамытты. Экспедицияға қатысушылар жалпы өңіріміздің 662 нысан зерттеген. Солардың ішінде жас зерттеушілерді ерекше қызықтырғандары Ағынтай Қарасай батыр ескерткіштері, Ботай мәдениет ескерткіштері, Шоқан Уәлихановтың мұражайы сияқты тарихи жерлер және Қазақстандағы Швейцария атанған Бурабай өлкесі. Туған елге тағзым экспедициясы өте қызықты өтті. Менің демалысым танымды түрде өтті деуге болады. Себебі мен осы туған елге тағзым экспедициясы арқылы өз білімімді шыңдап, әртүрлі жерлердің тарихын, осы Көкше елінің керемет тарихы мен табиғатына білдім. Көкшетау қаласында орналасқан өндіріс ошақтарын аралаған оқушылар өнімдердің қалайша дайындалатынын бақылау бізге қатты ұнады дейді. Бұндағы мақсатымыз өзіміздің отанымыздың түкпір-түкпірін, жәнегі тарихын, мәдениетін, әдебиетін, өнерін зерттете отырып, оқушылардың бойындағы патриоттық сезімдерін дамыту. Адам өз отанын, ең әуелі өз жерін, өз елін, өз елінің тарихын білмей, басқа елді білуі мүмкін емес деп санаймыз. Жалпы бұл жоба осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Ал оған қатысушылар алдағы уақытта дәстүр үзілмей, Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, білімімізді тереңдете берсек дейді. Оңғар Алпысбайұлы, Марат Ахметжанов, Көкше тынысы.